Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 19-шы сабақ. Тақырыбымыз көп таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейту және бөлу. Сабағымызды бастамас бұрын каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта көп таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейту және бөлу амалдарын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Шарлардағы сандардың ішінен қима қағаздарда жазылған сандардың барлығын бөлуге болатын санды тап. Сәйкес теңдіктерді жаз. Яғни бізде шарлар 70, 60, 80, 30 деген шарларға сандар жазылған. Ол шарлардағы бір сан осы қима қағаздағы сандарға бөлінеді. Соны табуымыз керек. Яғни бізде 60 деген сан 320-ға, 420-ға, 120-ға және 240 деген санға бөлінеді екен. 360-қа бөлеміз 60-ты тең 6 болады, 420-ға бөлеміз 60-ты тең 7 болады, 120-ны бөлеміз 60-ты 2 болады, 240-ты бөлеміз 60-ға 4 болады. Екінші тапсырма. Сен жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін білесің. Көп таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту амалы қалай орындалғанына қара. Есептеу алгоритмін түсіндір. Бірінші, бізде 5 таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту берілген. Ең бірінші бірліктерді көбейтеміз. Бізде бірлік 4 пен 2. 2-ні 4-ке көбейтеміз, 8 шығады. Ондықтарды көбейтеміз, яғни 2. 2-ге 2-ні көбейтеміз, 4. Жүздіктерді көбейтеміз, бізде 1 жүздігіміз. 2-ні 1-ге көбейтеміз, 2. Мыңдықтарды көбейтеміз, бізде мыңдық 3. 2-ні 3-ке көбейтемін, 6. Ондық мыңдықтарды көбейтеміз, бізде 2, 2-ні 2-ке көбейтеміз 4. 23124-ті 2-ге көбейткенде 46248 деген сан шығады екен. Екіншісі, әсі бөлу. Көп таңбалы санды бір таңбалы санға бөлудің қалай орындалғанына қара. Есептеу алгоритмін түсіндір. Бірінші, 5 таңбалы сан берілген бір таңбалы санға бөлуіміз керек. Жазамыз. Алғашқы толымсыз бөлінгіш 4 ондық мыңдықты анықтаймын. Бөліндіде 5 цифр болады. Яғни 5 таңбалы сан берілген. Бірінші, ондық мыңдықты бөлеміз. Ондық мыңдық бізде 4, 4-ті 2-ге бөлеміз. 4-тің ішінде 2 қанша рет кездеседі? Бізде 4-ті 2-ге бөлгенде 2 рет. 2-ге 2-ні көбейтеміз 4 болады, 4-тен 4-ті азайтамыз 0 болады. Бірлік мыңдық бізде 6, 6-ны 2-ге бөлеміз 3 шығады. 3-ті 2-ге көбейтеміз 6, 0 шығады. Жүздікті бөлеміз. Жүздік бізде 2, 2-ні 2-ге бөлгенде 1, 2-ден 2-ні азайтамыз 0 болады. Ондықты бөлеміз. Ондық бізде 4, 4-ті 2-ге бөлгенде 2-ден келеді, 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, 0 болады. Бірлікті бөлеміз. Бірлік бізде 8, 8-ге 2-ге бөлгенде 4 шығады. 4-ті 2-ге көбейтеміз 8, 8-ден 8-ді азайтқанда 0 шығады. 46248-ді 2-ге бөлгенде 23124 шығады екен. Үшінші тапсырма. Жазбаша түрде түсіндіре отырып есепте. Дәл жаңағы екінші есептің асын түсіндіргендей дәл осылай шығарамыз. Ең бірінші бірліктерді көбейтеміз. Яғни бізде 112342, яғни 6 таңбалы сан берілген, 6 таңбалы санды бір таңбалы санға көбейтеміз. Енді бірліктерді көбейтеміз. 2-ге 2, 4, 2-ні 4-ке көбейтеміз 8, 2-ні 3-ке көбейтеміз 6, 2-ні көбейтеміз 2-ге 4, 2-ні көбейтеміз 1-ге 2, 2-ні көбейтеміз 1-ге 2, яғни 112342-ні 2-ке көбейткенде 224684 деген сан шығады екен. Қалған көбейтуде де дәл осы түрде шығарамыз. Бөлу 84264 деген 5 таңбалы сан берілген, 5 цифр. Оны 2-ге бөлуіміз керек. Бірінші 8-ден 2-ні бөлеміз, 4-тен келеді. Одан кейін 8-ден 8 азайтамыз 0 болады. 4-ті қоямыз. 4-ті 2-ге бөлгенде 2-ден келеді. 2-ні көбейтеміз
2-ге 0, 4 болады. 4-тің астына жазамыз да азайтамыз, 0 болады. 2-ні әкеліп қоямыз. 2-ні 2-ге бөлгенде 1 шығады. 1-ді 2-ге көбейтеміз, 2 болады, 0 болады. 6-ны әкелеміз. 6-ның ішінде 2 3 рет кездеседі. 6-ның ішінде 3-ті 2-ге көбейтеміз, 6 болады. 6-ның астына жазамыз. 4-ті әкелеміз. 4-ті 2-ге бөлгенде 2-ден келеді. 2-ні 2-ге көбейтеміз, сонда 4. 4-тен 4-ті азайтқанда 0 болады. 84.264-ті 2-ге бөлгенде 42.132 деген сан шығады екен. Қалған есептерді де осы түрде шығарамыз. Төртінші есеп қалдықпен бөлудің қалай орындалатынын есіңе түсір. Алгоритмді түсіндір. Яғни бізде 4 таңбалы сан берілген, оны біз қалдықпен шығаруымыз керек. бір таңбалы санға бөлеміз. Бірінші, бірлік мыңдықты бөлеміз. Бірлік мыңдық бізде 5. 5-ті 5-ке бөлеміз, 5 болады. 9-ды жүздікті бөлеміз. Жүздік бізде 9. 9-ды 5-ке бөлгенде 9-ның ішінде 5 бірлет кездеседі. Бірден береміз. 1-ді 5-ке көбейтеміз, 5. 9-дан 5-ті 9-ның астына жазамыз. 9-дан 5-ті азайтамыз, 4 болады. Енді 4-ке қалдық қалады, қалдық қалады. Қалдықты бөлгішпен салыстырамыз. 4-тің жанына 0-ді әкеліп қоямыз. 40-ты 5-ке бөлгенде бізде нешеден береміз? 40-ты 5-ке бөлгенде 8-ден келеді. 8 жердегі 5-ім 40, 40-тың астына жазамыз, 0 болады. Бізде 8-ді 40-тың астына жазамыз. 40-ты 5-ке бөлгенде 8-дің ішінде 5 бірлет қана келеді. 1-ді жазып қоямыз, 1-ді 5-ке көбейтеміз, сонда бізде 5 шығады. 8-ден 5-ті азайтқанда 3. 5908-ді 5-ке бөлгенде бізде 1181 және 3 қалдық қалады екен. Қалдықпен бөлуді дәл осы түрде әрі қарай жалғастырып 5-ші есепті шығарамыз. 6-шы есеп. N және M қалаларының арақашықтығы 309 километр. Осы қалалардан бір-біріне қарай 2 автокөлік шықты. Біріншісі 108 километр, ал екіншісі 47 километр жүрді. Автокөліктердің бір-бірінен арақашықтығы қандай? Оны анықтау үшін 309 азайту, жақшаның ішінде 108 қосу 47. Яғни біз екі жаңағы автокөліктің жүру километрлерін қосып аламыз, 108 бен 47-ні. Сосын азайтамыз қалалардың арақашықтығынан. 309-дан азайтамыз 155-ті. Сонда бізде 154 километр шығады. Бір-біріне арақашықтығы 154 километр болады жауабы. 7-ші есеп теңдеу. Бізде күрделі теңдеу берілген. Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып аламыз. Одан кейін жай теңдеу y-ті табамыз. 8-ші есеп. 8-ші есеп тәулік басталған кезден бастап түнгі 11 сағат 15 минутқа дейін, кешкі 6 сағат 45 минутқа дейін қанша уақыт өтті? Жыл басталғаннан бері 4 ай өткен болса, онда қай ай және қай күн болатын күнтізбеден анықта. 6 ай 10 күн өтсе ше дейді. 11 сағат 15 минутымыз. Қосамыз 12 сағат, 23 сағат 15 минут. 6 сағат 45 минутымыз қосамыз 12 сағатқа, 18 сағат 45 минут шығады. Жылдың басынан бері 4 ай өтті. 1 мамыр, жылдың басынан бері 6 ай 10 күн өтті. 11 шілде болады.